Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен осындай оңай әрі тез дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламыз. Қамырға керек заттар осы жерде көрсетілген. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ бөлме температурасындағы сары майды салып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Енді оған жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Енді оның үстіне ұн мен қопсытқышты араластырып саламыз. Оны да араластырамыз. Осылай қамыр шыға бастаған кезде қолмен немесе лопаткамен араластырамыз. Бізде осындай қамыр шығады. Енді оны тоңазытқышқа қоямыз. Енді оған салмасын дайындаймыз. Бізге керек заттар осы жерде көрсетілген. Керек ыдысымызға сүзбемізді салып, оның үстіне жұмыртқа мен қаймағымызды салып, жақсылап блендермен езіп шығамыз. Енді қамырымыздың жартысынан көбін бөліп алып, ыдысымыздың астыңғы бөлігіне жұқалап жайып шығамыз. Оның қалған бөлігімен жан-жағына жайып шығамыз. Енді оған салмамызды салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді оны ыдысынан босатып, суытамыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.